Адамды бақытсыз ететін бір үш нәрсе бар екен. Біріншісі үнемі өткенге өкініп жүру. Ана жылы бүйтуім керек еді, ана жолы мынадай бір шешім қабылдауым керек еді секілді бір өткенге өкініштерді, өкпелерді үнемі бір көтеріп жүру, миыңыздың бір кассетасын үнемі кері айналдырумен айналысу бүгінгі осы сәтіңізден ләззат алдырмайды, бүгінгі күніңіздің бір қызығын көрсетпейді. Керек десеңіз кесел қылады. Екінші, бүгініне риза болмау, қолында барын бағаламау. Фокусы үнемі өзінде жоққа, бірдеңе жетпей жатқанға ғана құрылған қойылған адам ешқашан өзінде барын қанағат тұтпайды. Тиісінше, шүкірсіз адам ешқашан шынайы бақытты сезінбейді. Неге? Бақытты адамдарға қараңыздар, олар бүгін бақытты және қолындағы барға риза ғой. Себебі адам ертең бақытты болмайды, бүгін бақытты болады. Әне міне бір баққонардай боп тұрады дегендей бір ертеңге үміттене беру сағымға алдану сияқты ғой. Үшінші, әлі келмеген ертеңгі күнді бір ылғи уайымдап отыру. Ертең бір боп қалуы мүмкін, әлде бір қиыншылықтарды уайымдап, уайым шегіп, үнемі тревогада жүруде бүгінгі күніңіздің рахатын бір ләззатын сезіндірмейді. Бүгін нақ осы бір сәтте еркін, жайбарақат өмір сүргізбейді.